Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді және хит торттардың бірі вупи пай тортын жасайтын боламыз. Міндетті түрде видео рецепті соңына дейін қарап, бағалауды ұмытпаңыздар. Ал бастайық. Құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып, шым-шым тұзымызды салып, миксердің көмегімен жұмыртқамызды жақсылап көпіргенше араластыратын боламыз. Жұмыртқамыз осылай көпіріп, көтерілу керек. Шекерімізді салып, жақсылап шекеріміз ерігенше араластыратын боламыз. Жұмыртқамыз бен шекерімізді араластырып болған соң сары майымыз бен шоколадымызды ерітетін боламыз. Мен водяной баняда ерітемін. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай микроволновкада ерітсеңіздер болады. Шоколадымызды ертіп алдық. Дәл осы күйінде жұмыртқалы массамызға құя береміз. Жұмыртқамыз пісіп қалмайды, қорықпаңыздар. Егер де шоколадымыздың суығанын күтетін болсақ, тестамыз қоюланып кетеді. Және ескертетін жайт, тестаны тез жылдамдықпен жасайтын боламыз, өйткені шоколад қосылғандықта қоюланып кетуі мүмкін. Барлығын жақсылап араластырып алған соң, ұнымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге илектегі ұн, қопсытқыш және какао қажет. Барлығын илекте араластырып алып, жұмыртқалы массамызға аз-аздан сала отырып, миксердің көмегімен біркелкі масса болғанша миксерлейтін боламыз. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Тестамыз дайын. Алдын ала пергаментный бумагамызды немесе фольгамызды теңдей 4 бөлікке бөліп, 21 диаметрді сызып дайындап аламыз. Дайын болған тестамызды теңдей 4 бөлікке бөліп, қызып тұрған пеште 10 минуттай пісіріп аламыз. Әр үйдің пеші әртүрлі болғандықтан қоржындарыңызды бақылап отырыңыздар. Қоржындарымыз осылай жайылып піскендіктен кольцоның көмегімен 21 диаметрге біркелкі әдемі көріну үшін бөліп аламыз. Крем жасайтын боламыз. Ол үшін құрғақ ыдысымызға творожный сырымызды салып, қант ұнтағын салып, және миксердің жай жылдамдығынан бастап біркелкі масса болғанша миксерлейтін боламыз.
Біркелкі масса болған соң лопатканың көмегімен осылай араластырып аламыз. Үстінен салқын сливкиімізді құйып, миксердің аз жылдамдығынан бастап миксерлейтін боламыз. Миксерлеу барысында миксердің жылдамдығын арттырып отырамыз және креміміз тығыздана бастаған кезде тоқтататын боламыз. Қатты көп миксерлеудің қажеті жоқ, крем іріп кетуі мүмкін, сондықтан крем қалай тығыздана бастайды, сол кезде тоқтататын боламыз. Креміміз дайын, осындай тығыздықта болады. Лопаткамен жақсылап араластырып, ішіндегі пузыриктердің, яғни ауаларын шығарып араластырып аламыз. Креміміз дайын, теңдей 3 бөлікке бөлетін боламыз. Пупи-пайдың шариктерін шығару үшін 807 деген насадканы пайдаланамын. Насадкамызды кондитерский мешокқа салып дайындап аламыз және кремдерімізді де әр қайсысын бөлек-бөлек кондитерский мешокқа салып пайдалансаңыздар өте ыңғайлы және сіздерге де солай жасауға кеңес беремін. Тортымызды жинайтын боламыз, подложкамызға аз ғана крем жағып, коржымызды бекітетін боламыз. Барлық корждарымызды терістен орналастыратын боламыз, сонда тортымыз біркелкі әдемі болып шығады. Тортымызға шарик жасайтын боламыз, ол үшін мешогымызды коржға жақындатпай, ауада сығып, кремімізді шығарып, артқа тарту арқылы шарик шығаратын боламыз. Шарик шығаруды білмесеңіз, сізде дәл видеодағыдай корждың ортасына қолыңызды шарик жасап үйретіп көріңіз. Және де шариктерді корждың сыртына қатты шығарудың қажеті жоқ. Мешокта қалған кремді ортасына жағып тастаңыздар, оны екінші слойға шарик шығаруға пайдаланбаңыздар. Өйткені қолының жылудың арқасында крем өз формасын ұстамайды және екінші слойымызды орналастырып, дәл видеодағыдай үстінен басып шығыңыздар. Соңғы коржымызды орналастырдық, үстіне қалған кремдерді жағып, спатуланың көмегімен тегістеп шығатын боламыз. Ганаш құйған кезде беті тегіс болу үшін.
Тортымызға ганаш құйғанша тортымызды жарты сағатқа холодильникке жіберетін боламыз. Ганаш жасайтын боламыз. Ол үшін бізге сары май және Қазақстан шоколады қажет. Екеуін біріктіріп, микроволновкада немесе водяной баняда ертіп аламыз. Ерту барысында араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Еріген шоколадымызды толықтай суытып алып, тортымыздың бетіне құятын боламыз және спатуланы көмегімен тегістеп шығамыз. Тортыңызды әсемдейтін болсаңыз, шоколад қатпай тұрып әсемдегеніңіз дұрыс. Мен клубника пайдаландым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әсемдесеңіздер болады. Тортымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап, отбасыңызды қуантыңыз. Видео рецепт сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Дина, назарларыңызға рахмет.